Ол кісіні бұрыннан жас кезден білгенмен бірінші рет кездесуім еді. Осы рекламаны көріп отырып, мен шамшағымды еске түсіріп отырмын. Сонау 1977 жылы Америка сапарынан 6 ай болып келгенде, осы Шымкент қаласында шамшағыммен кездестім. Ол кісі менің қонақ үйге келіп, есігімді қақты. Кім деп сұрап едім, шамшағың болам деді. Сол жерде екеуміз қол алысып, құшақтасып, ол да мені жақсы біледі екен, ол кезде досым Хасан белгілі болатын әрине. Мен болсам, шамшағаның әнімен есейдім. Ол кісінің келгені сондай қуандым және таң болдым ғой. Сонда отырып екеуміз әңгімелестік, шай іштік. Сонда шамшағамыз досым Хасандыға жақсы әңгімелер айтып, бізді мақтап, біздің әндерімізді халық, әсіресе жастар жақсы көретінін айтып, екеуміз біраз әңгімелестік. Сол кездесу менің есімде мәңгі бақи қалды. Қазір мен кітап жазып жатырмын. Сол кітапта осы жағдайды жазып кеткім келеді.